Армысыздар, қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр? Сіздердің менің көңіл күйім керемет, тамаша, басқаша болуы мүмкін емес. Көңіл күйімізді көтеретін өзіміз және өмірімізде де жасайтын өзіміз. Сондықтан да жарқырап жайнап жүріп сампашан болыңыздар дегім келеді. Бүгін 10 қараша, Джо Диспензадан оязық. Сіздің оқиғаңыз қаншалықты стрессте бола түссе, соншалықты сіздің ойыңыз өміріңізге анализ жасауға қыса түседі. Міне осылай болған кезде сіз санаңызды қашырасыз, бейсанаңызда кейде ақылға келе алмайсыз. Міне осы жерде нағыз өміріңізді өзгертетін өзгерістер бола түседі. Менің де қазір 100% өмірім өзгеріп жатыр деп айта аламын. 20 жыл бойына айналысқан саламды өзгертіп жатырмын. Өзімнің жаным қалайтын психология, мидың құдіретін оқу, нейробиология, гипнотерапияға арнайын деп жатырмын. Және өзімнің жаным қалайтын йоганы зерттеп, міне осы жолда жүрмін. Денсаулықта салауатты өмір салтын сақтап, өзім осылардың барлығынан өтіп, тәжірибеден өтіп, денсаулығымды жасап жүрмін осы салада. Және сөзіммен, ісіммен көрсетіп, айтып жүрмін барлығын. Осы салада дамимын. Осы салаға бір кездері осыдан 20 жыл бұрын балаларым ешкімнен кем болмайды деген осындай сөзбен, осындай девизбен келдім. Құдайға шүкір, Алла тағаланың көмегімен өзімнің жақсы іс-әрекеттер жасау арқылы материалды жағдайымды жасадым. Осы кезде кішкене психологиялық эмоциямды, күйімді қашырып алып, қазіргі кезде керемет психологиялық нейробиологияда дамып